Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар. Бүгін әлеуметтік психология пәнінен бүгінгі тақырыбымыз қарым-қатынас құрылымы. Психология ғылымындағы негізгі ұғымдардың біреуі қарым-қатынас. Қарым-қатынассыз жеке адамды түсіну, оның дамып жетілуін талдау мүмкін емес. Қарым-қатынас түрлері мен формалары бойынша әр алуан, тума, жанама, тікелей, біреу арқылы тікелей емес. Алғашқысы тікелей қарым-қатынас. Соның негізінде тікелей емес қарым-қатынаста пайда болады. Тікелей емес қарым-қатынас жазбаша түрдегі немесе техникалық құралдарды пайдалану негізіндегі толық емес психологиялық контакт. Адамзат тәжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа да әртүрлі техникалық құралдардың пайда болуы тікелей емес қарым-қатынас жасаудың жүйесін күрделендіреді. Қарым-қатынаста ары қарай жеке адамдар аралық және көпшіліктік қарым-қатынас болып бөлінеді. Жеке адам аралық қарым-қатынас топтарда, жұптарда жеке дара ерекшеліктерін білу, қайғы-қуаныштарға ортақтасу, түсіну, бірігіп іс-әрекет ету негіздерінде қалыптаса тұрады. Көпшілік қарым-қатынас көпше түрдегі таныс емес адамдардың және көпшіліктік мәлімет құралдары арқылы қарым-қатынас жасау. Осындай қатынастардың түріне өнер, эстетикалық қарым-қатынастарды жатқызуға болады. Қарым-қатынаста адамдар өз-өзін көрсетеді, өзі үшін және басқалар үшін психологиялық қасиеттерін аша түседі. Сонымен бірге ол қасиеттерді қарым-қатынаста қалыптастыра бастайды. Адамдармен қарым-қатынаста адамның адамзаттық тәжірибені игеруі, қалыптасқан мораль, құндылықтар, білім мен іс-әрекет түрлерін игеруі, жеке адам және дара адам түрінде қалыптасуы іске асырылады. Яғни, қарым-қатынас адамның психологиялық дамуының маңызды факторы. Жалпы алғанда қарым-қатынасты былай анықтауға болады. Адамның бүкіл өмірі барысында психикалық процестер мен мінез-құлық қалыптасатын жан-жақты шындық. Қарым-қатынастың маңызды 5 функциясын бөліп қарастыруға болады. Қарым-қатынас адамдардың ұжымдық іс-әрекетіне байланыстырғыш рөлі атқарады. Бұл функциясын шартты түрде прагматикалық функция деп атауға болады. Бұл шартты орындамау Інжілде айтылған атақты Вавилон мұнарасы туралы аңызға әкеліп соғуы мүмкін. Маңызы бойынша екінші функциясын қалыптастырғыш функциясы деп айтуға болады. Бұл функция адамның психологиялық бейнесін қалыптастырып, өзгертудің маңызды шарты болып табылады. Бала дамуының белгілі кезеңдерінде мінез-құлқы, іс-әрекеті және баланың қоршаған әлем мен өзіне деген қатынасты үлкендер арқылы іске асырылады. Орта ғасырда басқаша айтқанда, басқа адаммен қарым-қатынаста адам өз-өзін танып біліп, өз-өзіне деген сенімге ие болады. Адам өз-өзін бағалау үшін басқаның мақұлдауын қажет етеді. Ғалым Джеймстің айтуынша, адам үшін қоғамда өз бетімен назардан тыс қалу және басқалардың оны мүлдем байқамауы ең зор жаза. Көптеген психотерапевтік жүйелерде адамның мұндай жағдайы қолданылмаған, бекітілмеген деген ұғым арқылы беріледі. Және де сенікі жөн емес, сен жамансың деп мойындамауға қарағанда, бұл жағдайда теріс болса да бекітудің белгілі үлесі бар. Бекітілмеу, сен бұл жерде жоқсың, сен тірі адамсың емес дегенді көрсетеді. Назарларыңызға рахмет бала. Осы лекцияны дәптерлеріңізге жазып, келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Все, болды өзім.